Баршаға сәлем достар, қалайсыздар? Біз ұзақ уақыт видео салмай қойдық, алайда жаңа видео материалдармен қайта оралдық. Ендеше арнамызға жазылып, пікір қалдырып, қолдау көрсете отырыңыздар. Бүгінгі шығарылым Қазақстан КВН одағының президенті Есен Елеукен туралы болмақ. Жастар жанашыры Есен ағамыздың жеке өмірі, жайдарманға дейінгі қызметі туралы осы видеодан толық біле аласыздар. Ал біз бастаймыз. Елеукен Есен түгел Баймұхамбетұлы 1973 жылы 5 желтоқсанда Ақтөбе облысы Шалқар ауданы бұрынғы Карл Маркс қазіргі Тахауи Ақтанов ауылында өмірге келген. Көп балалы отбасында өмірге келген Есен жанұяда 10-шы перзент еді. Бала кезден Есен түгелдің сабақ үлгерімі жақсы болатын. Сабақтан бөлек спортқа да бейім болып, грек-рим күресіне де қатысып жүреді. Ал мектепті аяқтаған соң 1991 жылы Шымкент қаласындағы Қазақ химия технологиялық институтына оқуға түсіп, технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру мамандығы бойынша білім алады. Дәл осы уақытта Есен ағамыз орысша КВН-дер ойнап, студенттік кезін керемет өткізген. 1996 жылы оқуды аяқтаған соң Түркістандағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінде жаратылыстану және гуманитарлық институтының биоэкология кафедрасында тағылымдамадан өтуші, яғни зерттеуші болады. Бұл уақытта қазақша КВН енді ғана жанданып, оқу орындарында өтіп жататын еді. Көпшіліктің пікірінше Есен Елеукен қазақша КВН-ді ойлап тапты деп пайымдайды. Алайда қазақша КВН ойындары алғашында Алматай Көздібаева есімді апайдың қолдауымен өте бастаған. Ал Есен ағамыз болса осы көшбасшылардың ізін жалғап КВН-ді дамыта түсті. Бастапқыда көпшілік клуб веселых и находчивых, яғни КВН деген орысша сөздің қолданылуына қатты сынға алған болатын. Кейіннен бұл атау көңілді тапқырлар клубы КТК деп өзгертілді. Десе де жастар арасында КВН атауы жылдам тарап кеткен еді. 1999 жылдары қазақша КВН ойындары белсенді өте бастады. Сол уақыттарда Есен аға КВН-ді өзі жүргізетін. Жыл сайын ойындар өтіп, чемпион командалар анықталып, қызығушы жастар саны арта бастайды. Бұл уақытта Есен ағамыз Юмакс радиосында диджей болып та қызмет атқарады. Ал 2002 жылдан бастап Қазақ КТК, яғни көңілді тапқырлар клубына вице-президент болып, командалармен жұмыс жасайды. Есен ағамыз алғашқы жұмыстарын Шымкентте бастап командалардың атауын дәптерге жазып, кезекпен шығарып тұратын болған. Тіпті афишаларды өзі жабыстырып, билеттерінде өзі сатқан кездер болған екен. Бір қызығы, сахна шетінде жүргізіп тұрған кезінде жанында тұрған декорация кенеттен құлап иығын шырып кеткен. Алайда ештеңе болмағандай жүргізе берген. Қазір Есен аға бұл кездерді күліп еске алады. 2004 жылы Алматай апайымыз өмірден озып, қазақша КВН аздап қиындықтарға тап болады. Ол кедергілерді шешу мақсатында Есен аға бар күшін салады. Қала, аудан, ауыл аймақтарда филиалдар ашады. Телеарналарға КВН ойындарын эфирге береді. Бірнеше ойынды ғана экраннан көрсетсе де КВН үшін үлкен жетістік еді. Қазақша КВН-нің ең алғашқы дамыған тұсы 2005 жылы болатын. Сол жылы Есен Елеукен Қазақстан КВН одағы Республикалық жастар қоғамдық бірлестігінің президенті болып сайланады. Жастардың сүйікті ойыны сол жылы Астанада жоғары лиганың финалымен есте қалды. Сол жылы қазақша КВН-нің алғашқы чемпиондары болып, көз тимесінің командасы жеңіске жеткен болатын. Өз көрермендерін тапқан КВН-ді әрмен қарай дамыту мақсатында Есаға шығармашылық бірлестігі құрылып, түрлі әзіл-сықақты фильмдер, бағдарламалар түсіріледі. Естеріңізде болса, Үнді махаббаты, Шнаппиді қуған банды туындылары осы шығармашылық бірлестіктен шыққан еді. 2006 жылы Есен аға қазақша КВН-нен бөлек КТК телеарнасындағы арнайы бағдарламалардың жетекшісі болды. Қоғамдық істерде белсенділік танытып, жастармен түрлі шоулар жасай бастады. Ал қазақша КВН болса жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп, жүздеген командалардың шығуына ықпал етті. Әр мектеп, әр оқу орнынан, әр ауыл қаладан шыққан жастар команда ретінде құрылып, бірнеше лигаларда өнер көрсететін еді. Бір қызығы, сол жылдары қазақша КВН ойындарын 31-ші арнаға эфирге беру үшін $80 000 қаражат жұмсалған екен. Бұл сол уақыттағы үлкен қаражат еді. Көп ұзамай ойындарды эфирден бөлек дискіге басып сатылымға шығару үрдісі пайда болады. Кеше болған ойынды ертеңнен бастап базарларға сатса, дискке таласып алатын кездер болған. DVD-мен көрген алғашқы ойындарымыз сол кездер еді сірә. Алайда Есен аға КВН-ді бірнеше арнадан көрсетуге тырысып, телеарналардың есігін тоздырды. Кейбір арна басшылары мынауың сайқымазақтың тірлігі деп қабыл алмаса, кейбірі түсіністік танытып қолдау білдірген екен. Осылайша 2008 жылы Еуразия арнасынан КВН ойындары көрсетіле бастайды. Сағат түскі 15:00-ге эфирге кетсе де, көрермендері өте көп болатын. Мұны байқаған телеарна басшылары таң қалған екен.
Дегенмен басқа да өнер ұжымдары, театр әртістері, өнер майталмандарының арасында КВН болмашы нәрсе деген пікірлер қалыптасты. Бұл өнер емес деп мойындамағандар да болды. Талай сынның астында қалса да, Есен аға әкімдіктерге шығып, жастарға қолдау білдірейік деп ұсыныстармен шыға беретін. Соның арқасында болса керек, сол кездегі Нұр Отан партиясының қолдауымен бірнеше ойындар өтетін. Ал 2010 жылдан бастап ойындар Қазақстан ұлттық арнасынан көрсетіле бастады. Сол вақыттағы Назар аудар, Аралас, Қызық орда ұлттық құраманың ойындарынан КВНнің өз аудиториясы қалыптасты. Жыл сайын КВНнің туған күні арнайы тойланатын еді. Бұл мерекелік ойынға бұрынғы КВНнің ардагері Көз тимесін, Айса, Техас, Шарайсыңдар жігіттер тағы да басқа командалар қатысып, сағынған көрерменді қуантып кететін. Уақыт өте білім министрлігі премьер-лига ойындарының өтуіне қолдау көрсетеді. Осылайша қазақша КВН жайдарман атауымен қайта жандана түседі. Жаңа командалар, жаңа стильдер, жаңа әзілдер көпшілікті тәнті етсе, жастардың осы ойынға деген ынтасы арттыра түсті. Есен ағаны оқу орындары, телеарналар, мекемелер, жастар орталықтары арнайы сұхбатқа шақырып жайдарман туралы ақпарат алуға тырысатын. 2012 жылы Есен аға аэропортта келесі сапарға шыққалы тұрған кезінде әкесі дүние салғанын қоңырау шалып айтады. Көпшілік ортада тұрған ол не айтарын білмей аздап есеңгіреп қалған екен. Осылайша Баймұхамед атамыз 82 жасқа таяған шағында өмірден озады. Бәрі бірден идеал болып кетпейтіні белгілі әрине. Жайдарманның дамуы барысында кемшіліктер де болған рас. Кейбір командалар ұятсыз әзілдер айтса, кейбірі саясатқа тиісетін еді. Көпшілік айтыс секілді жабылып қалмаңдар деп ескертетін. Ал Есен аға бір сұхбатында жастар қазір бәрін көріп түсініп жүр, саясатқа да бейжай қарамайтындары мені қуантады. Бұрынғыдай ата әже болып күлдіру қазір қиын. Сондықтан не бар өмірде шынайы жеткізу керек сияқты деп өз ойын ашық айтады. Уақыт өте премьер-лига, жоғары лига және туған күн ойындарынан бөлек Нұр Отан партиясының кубогы, облыс әкімдерінің кубогы да дәстүрлі түрде өтетін болды. Ал Есен аға осы ойындарды өзі жүргізіп, жастарға шабыт беріп отыратын. Сонымен қатар қазақ тілді блогерлерге арналған республикалық блог құрылтай ұйымдастырушыларының бірі болып бірнеше қалаларда кездесулер өткізеді. Осы еңбегі еленіп 2014 жылы халықтың сүйіктісі ұлттық сыйлығына ұсынылып, Қайсар қоғамшыл деген арнайы марапатқа ие болады. Есен ағаның арқасында жайдарман ойындарына деген сұраныс артып, шетелдерде өткізуге мұрындық болады. Мысалы 2014 жылы Қытайдың Шанхай қаласында, 2017 жылы Моңғолияның астанасы Улан-Батырда және 2019 жылы Астанада түркі тілдес елдердің басын қосып халықаралық ойындар өткізеді. 2015 жылы хабар арнасында Қызық Таймс жобасының Мен алдандым айдары үлкен танымалдылыққа ие болған еді. Бұл жолы жігіттер Есен ағаны да жасырын камера арқылы алдайды. Ал Есен аға отқан кабинетке қару ұстаған жігіт кіріп келіп, тапаншасын көрсетеді. Алайда Есен аға қорықпай жас жігітке көмектеседі. 2016 жылы 31-ші арнаның қолдауымен Бурабай фест жобасына әділ қазіретінде шақырылады. Жыл соңында президенттің жарлығымен құрмет орденімен марапатталады. Сонымен қатар тәуелсіздікке 25 жыл медальді табысталады. Сол жылы белгілі жайдарманшы әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың ұйымдастыруымен көңілді тапқырлар алаңы бастап алады. Яғни дәл осы КВНнің көшірмесі ретінде жаңа ойындар басталады. Бұл жобаны кеш естіген Есен Елеукен Тұрсынбекке аздап ренжіп қалғаны да бар. Десек те, КТА жобасында жастар үшін мүмкіндіктер мол болған екен. Жайдарманда команда ақы төлеп қатысады. Астанадан өздері пәтер алып қоныстанады. Ал КТАда барлық жағдай жасалған. Қатысу тегін, қонақ үй тегін, тек редактурадан өту керек. Бұл жастар арасында да екі ой қалыптастырады. Жайдарманға қатысып жүрген көптеген мықты командалар КТАға барып чемпион болып кетеді. Мысалы, 2016 жылы Аралас командасы, 2017 жылы Назар аудар жеңімпаз атанады. Салыстырмалы түрде жастар не жайдарманды, не КТАны таңдайтын дәрежеде болды. Ал Есен мен Тұрсынбек журналистерге берген сұхбаттарында бір-біріне деген реніштерін айта кетті. Бұл екі лидердің арасындағы түсініспеушілік командаларға да әсерін тигізді. Тіпті ойындарда Тұрсынбек пен Есен туралы әзілдер айтыла бастады. Алайда Есен мырза мұны қалыпты жағдай деп қабылдап, әзілге дұрыс көзқарас танытатын. 2017 жылы көпшіліктің сұранысы бойынша Қызық Таймс жобасында қонақта болады. Сұхбат беріп, әрі КВН ойнап береді. Жыл соңында мемлекеттік тілге адал көзқарасы және қазақ тілінің дамуына қосқан зор үлесі үшін тіл жанашыры деген құрмет белгісіне ие болады. 2018 жылы арнайы ұсыныспен Есен Елеукен жаңадан ашылған Тамаша ТВ телеарнасына басшы болады. Бұл
Бұл тек Есен Мырзаға емес, жастарға да үлкен мүмкіндіктерге жол ашты. Олай деуіміздің себебі жайдарманшылар бірнеше бағдарламаларды жүргізсе, кейбірі сценарист әрі продюсер болады. Осы арнадан күнделікті жайдарман ойындары эфирге шығып тұрады. Бір қызығы Тұрсынбектің жобасы болған КТА әзілмен бағдарламаларда көрсетіле бастады. Көп замай Нұрлан Қоянбаевтың шақыртуымен түнгі студия бағдарламасына шығады. 2020 жылы пандемия Есен Мырзаның жұмысына да кесірін тигізе кетті. Көпшілік орындар жабылып онлайнға өткен тұста жайдарманда онлайн эфирге көшті. Командалар көрерменсіз сахнаға өнер көрсететін. Жоспарланған бірнеше жобалар кейінге шегеріледі. Тамаша телеарнасы жабылып, Абай ТВ атауына көшеді. Есен аға телеарна басшылығынан өз еркімен кетіп, 2021 жылы Есті подкаст деген атаумен өзінің YouTube арнасын ашады. Яғни танымал қоғам қайраткерлері өнер жұлдыздарымен сұхбаттар жүргізеді. Расында карантин кезінде подкаст түсіру сәнге айналған еді. Сол жылы жастар жалыны 2021 фестиваліне арнайы шақырылып, жеңімпаздарға сый-сияпат табыстайды. Және бас лига жобасына барып орысша КВН-де өнер көрсетеді. Ешкім Есен ағаны бас лигаға шығады деп күтпеді, сондықтан болар шыққан сәтінде қошемет көп болды. 2022 жылы Мұхамеджан Тазабек өз парақшасында көп адам жемқорлардан құтылдық деп ойласа да, қарақшы жастар мен тонаушы топастар бар кезде жемқорлықтан құтылу қиын деп жазады. Ал Есен ағамыз бұл жазбаға жауап беріп, жастарды жамандай бермей, дұрыс жол көрсету керектігін, Мұхамеджан ағаның пікірмен келіспейтінін айтады. Сол жылы жайдарманның деңгейі тағы да жоғарылап, жаңа сахнада, жаңа форматта өтеді. Есен аға болса жастар секілді аяққа кроссовка киіп сахнада көрінді. Мұны көптеген командалар әзілдеп те үлгереді. Бұл уақытта Жай Батыл деген атаумен жаңа жоба көпшілікті тәнті етеді. Жай Батылға тек елімізден ғана емес, көрші елдерден келген командаларда бақ сынайды, және де дәстүрлі түрде жыл сайын жалғасын табады. Айтпақшы, 2022 жылы Тұрсынбек пен Есен Елекен арасындағы түсініспеушілік реттеліп, Есен ағамыз КТА ойындарына Қаздар алқасында болады. Одан бөлек жайдарман нон-стоп деген жобаға өзі қатысып КВН ойнайды. Сол жылы Ес ағаның қолдауымен қазақ медиа футболы жүзеге асып, талай жастың бас қосуына ықпал етті. Тіпті жайдарманшылар арасында да футболдан турнирлер өткізеді. Басты мақсат салауатты өмір салтын қалыптастыру, жастарды спортқа бейімдеу болатын. 2023 жылдың басында Аманат партиясының ұсынысымен Есен Елекен мырза депутаттық сайлауға түседі. Бұл көпшілік үшін, әсіресе жастар үшін жаңалық бола білді. Ал Есен мырза бұл ұсынысқа көп ойлана келе келісім берген. Себебі бұл уақытқа дейін көптеген ұсыныстардан бас тартқан еді. Десе де сайлауда жеңіске жете алмады. Осы жылы жайдарманның жүлдесі 50 миллион теңге болып, жастарға жаңа мүмкіндіктер жол ашылды. Атап айтқанда, Есен ағаның 50 жасқа толуына орай Жай Батыл жобасы өтеді. 2024 жылы Есен мырза көптеген сұхбаттарға шақыртылып, оқу орындарында арнайы қонақ болады. Тіпті форум конференцияларда спикер ретінде өз ойларын айтып, жастарға мотивация береді. Есен ағаның айтуынша, қазір жайдарманның бір маусымына 150 миллион теңгедей қаражат кетеді екен. Оның ішінде концерттік зал, LED экран, түсірілім жұмыстары, декорация және қызметкерлердің жалақысы да бар. Қазір демеушілердің арқасында осындай қаражат жұмсалып, жоғары деңгейде өтіп келеді. Яғни жайдарман креатив индустрия бірлестігі көптеген компанияларды жарнамалау арқылы демеуші тауып отыр. Ең қызығы, Есен ағаға қомақты қаражатпен ұсыныс жасап келгендерде болған. Яғни құмар ойындарын жарнамалау үшін 80 миллион теңге ұсынған, алайда келіспеген. Жайдарман ұжымы және Ес аға командаларға қаталдық танытып, әрі дұрыс бағдар береді. Мысалы, сахнаға шығар кезде бір ойынша ішіп келген үшін сол команданы ойыннан шеттеткен. Оның айтуынша жайдарман әділ өтеді, яғни менің туысым, менің қалам деген жоқ. Кім жақсы күлдіре алады, кім лайықты, сол жеңіске жетуі тиіс. Сондықтан бірнеше ойын сайын Қаздар алқасын ауыстырып тұрады екен. Жеке өміріне келсек, Есен Елекен көп балалы отбасында өмірге келген. Балалық шағында кітап көп оқыған, қазір отбасылы, әйелі және бір қызы бар. Әйелінің есімі Евгения. Бұл есімді естіп, орыс ұлтынан ба деп ойлауыңыз әбден мүмкін, алайда жұбайы қазақ. Киім тігу, яғни дизайнмен айналысады. Ал қызы биыл ғана мектепті аяқтап, студент атануға дайын. Бір қызығы, жайдарманды ұйымдастырушылар арасында Ес ағаның қызы да волонтер болып көмектесіп жүрген. Алайда оны ешкім білмеген. Уақыт өте білген кезде қызы аздап ренжіген екен. Ес аға қазір ресми іс-шараларға және тойларға барғанын ұнатпайды. Екі жақта да уақытың бос өтеді. Одан да бір сындырған дұрыс деп санайды. Оның Астана қаласында 3 бөлмелі пәтері және темір тұлпары бар. Осы уақытқа дейін Есен аға бірнеше көлік ауыстырып үлгерген. Жастар жанашыры, қазақ тілінің, қазақ өнерінің қолдаушысы, Қазақ КВН одағының президенті Есен Елекен мырза 50 жасқа келсе де талай істің басында жүріп, көпшілік жастарды үлкен сахнаға алып келеді. Есен аға тек жайдарманды ғана дамытқан жоқ, әр салаға қажетті мамандарды
даярлады десек қателеспейміз. КВНшіктердің біршамасы қазір мемлекеттік қызметте, бірі депутат, бірі басшы, ал бірі әнші, кейбірі продюсер, режиссер, актер болып та ел алғысына бөленуде. КВНнен шыққан жігіттер ютубта және кинотеатрда көретіндей сапалы фильмдер жасауда. Бұл да бір үлкен жетістік. Жайдарман арқылы жаңа лигалар, жаңа жобалар жүзеге асты. Мыңдаған жастар жаман жолға түсіп кетпей, үлкен сахнада өзін танытты және өзіндік мәдениет қалыптастырылды. Ата-аналарының үмітін ақтап өз жолын таба білді. Әрине мұның бәрі Жайдарманның әрі Есен ағаның ықпалы зор деп білеміз. Достар, Есен Елеуген туралы ақпараттар өте көп. Біз тек қажетті тұстарын алдық деп ойлаймыз. Есен ағаға және Жайдарман ұжымына толығай табыстар тілейміз. Өз ойларыңыз болса төмендегі пікір бөліне қалдыра кетіңіздер. Біз сіздерді тыңдауға, пікірлесуге әрқашанда дайынбыз. Алдағы уақытта кім туралы ақпарат шыққан қалайсыз, онда жазуды ұмытпаңыздар. Бұл Хамид Official YouTube арнасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар достар.